бауыр маманы ретінде бізде арнайы майлы бауыр клиникасы бар. Бұл алкогольсіз майлы бауыр. Қазір біз оны метаболикалық майлы бауыр деп атаймыз. Өте кең таралған мәселе. Үндістанда және әлем бойынша әрбір 3 адамның біреуінде осы майлы бауыр бар. Бұл негізінен метаболикалық дисфункциямен, артық салмақпен және семіздікпен, қант диабетімен және тағы басқалармен байланысты. Маңыздысы, майлы бауырмен ауыратын науқастардың шамамен 20-25 бауыр зақымдануына ұшырауы мүмкін. Және бұл үнсіз өтіп, бауыр циррозына әкелуі мүмкін. Бұл өте ауыр жағдай. Кейде бауыр трансплантациясын қажет етеді. Сондықтан біз бұл науқастарды ерте кезеңде анықтауды мақсат етеміз. Және осы мақсатта бізде майлы бауырға арналған арнайы клиника бар. Онда майлы бауырдың барлық аспектілері, соның ішінде қант диабеті, семіздік сияқты басқа жағдайларда диета мен өмір салты бойынша кеңес беру, немесе дәрі-дәрмек арқылы қарастырылады. Кейде біз процедураларда жасаймыз. Және бізде майлы бауыр, мен бауыр фиброзын өте ерте кезеңде диагностикалау үшін арнайы жабдық немесе технология бар. Бізде фиброзин деп аталатын аппараттың соңғы нұсқасы бар. Ол майлы бауыр үшін ең ұсынылған зерттеу құралы болып табылады. Бұл майлы бауырға байланысты барлық түрдегі мәселелерді ерте кезеңде емдеуге және анықтауға болатын кешенді клиника. Және мақсат оларды аурудың одан әрі дамуына жол бермеу.